Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Хотя мен ойлаймын, бірақ жазатын шығар комментарийға деп. Сонымен достар, бүгінгі тақырып кітаптар жайында. Орыс тілін үйренуге көмектесетін және орыс тіліндегі кітаптар, мотивационный және де басқа да. Мен қандай кітаптарды қазірге дейін оқыдым, қазір оқу үстіндемін, және де сіздерге электронный көптеген кітаптар беретін боламын. Сол себепті менімен бірге болыңыздар. Сіздерге дайындап қойған 4 кітабым бар, сол туралы айтатын боламын. Бірінші, әдейілеп қойған жоқпын, бірақ қайсысы, кезекпен кезек айта берейін. Сонымен бірінші «Говорить легко». Бұл кітап менде бұрыннан бар, 1-2 жылдай болып қалды, 2 жыл бұрын оқыған болатынмын. Енді каждый главасына тоқталып отырмаймын, жалпы не туралы жазылған айтатын боламын. Барлық кітаптарды авторларымен осы видеоның астына жазып кететін боламын, егер сіздерге керек болатын болса. Сонымен бұл кітап «Говорить легко» не туралы? Сіздер егер де дәл осы орыс тіліне байланысты емес, жалпы өмірде өздеріңіз танымайтын адамдармен тіл табысуларыңыз, алғашқы қадам жасай алмайтын болсаңыз, кез келген адаммен кез келген тақырыпта сөз қозғап бір нәрсе сұрай алмайтын болсаңыз, бұл кітап сіздерге арналған. Бұл кітапта өзіңнің бойыңдағы қорқынышты қалай жеңуге болады, сол туралы жазылған. Қандай тақырыптарда именно сөйлесу керек, ең бірінші адаммен әңгіме бастаған кезде не туралы айтуға болады, не туралы сұрауға болады деген сияқты кеңестер берілген. Өте жақсы кітап. Одан кейінгі екінші кітап, енді сіздер бұл кітапты білетін шығарсыздар. Инстаграмда, басқа да жаңағы интернет желілерінде бұл кітапты осыдан бір жарым жыл бұрын өте көп блогерлар көрсетті. Мен сол көргеннен кейін сатып алдым деп айтсам дұрыс болар. Поступай как женщина, думай как мужчина. Енді бұл көбінде қыздарға арналған, ер адаммен қалай қарым-қатынас құруға болады деген сияқты тақырыптарда өте танымал кітаптар ғой. Сол себепті қатты тоқталмаймын, бұл қыздарға көбінде арналған, енді жігіттер де оқыса болады. Егер партнерларыңыз болса, жігіттеріңіз болса, ер азаматтарыңыз болса, олардың не ойлап тұрғанын қалай білуге болады жаңағындай деген сияқты көп секреттер жазылған, кеңес беремін қыздарға. Шын айтсам, мен бұл кітапты аяқтаған жоқпын. Басын оқыдым, өте жеңіл жазылған, ондай бір түртіп алатындай мүмкін мен үшін ондай бір жаңалық болған жоқ бұл кітаптың ішінде. Сол себепті мен оны аяқтаған жоқпын, мүмкін уақыты келгенде аяқтайтын шығармын, қызық болған кезде. Одан кейін магия утран айтпай-ақ қояйын, оны соңында айтамын, себебі аяқтаған жоқпын. Вот, мынау менің любимый кітабым. Өте жақсы көретін кітабым. Бірнеше қайта-қайта өзіме белгілеп қойған беттерін көп оқимын. Искусство принимать верные решения. Өте жақсы кітап. Сөздері оңай деп айтпаймын, бірақ оқуға болады оңайырақ. Мен енді жалпылама айтып кетейін, не туралы жазылған. Бұл кітапта күнделікті өмірде біз көптеген шешімдер қабылдаймыз ғой. Ең оңайынан бастап, кофе ішем ба, шай ішем ба деген сияқты, не болмаса круассан жейм ба, тостер жейм ба деген сияқты. Жай ғана қарапайым шешімдерден ең қиын деген өміріңізде өте қатты маңызды орын алатын жағдайларға дейінгі шешімдерді қалай дұрыс қабылдауға болады, қалай дұрыс анализ жасауға болады, қалай алдыңғы шагтарды көруге болады. Ішінде көптеген нұсқаулықтар бар, мотивация беретін көптеген фразалар бар, өздеріңізге өмірлік ұстаным ретінде қабылдайтын дүниелер бар. Сол себепті оқуға кеңес беремін. Бұл менде фаворит кітап негізінде. Одан кейінгі соңғы кітап, 4-ші, мен бүгін 4 кітап дайындадым. Егер сіздерге қызықты болатын болса, менде басқа да көптеген кітаптарым бар. Солардың барлығына обзор жасайтын боламын. Егер сіздерге қызықты болатын болса, әрине. Қызық болмайтын болса, осы видеомен бітеді.
Одан кейінгі магия утро. Сатып алғаныма өте көп уақыт болған жоқ. Мен бірақ аяқтап бітірген жоқпын. Енді өзіме керекті дүниелерді алып үлгердім. Бірақ әлі де оқымаған беттері көп. Магия утро, таңыңызды қалай дұрыс бастау қажет. Өзіңіздегі бойыңыздағы стрессті қалай жеңу керек. Және де басқа да депрессиядан қалай шығуға болады. Күніңіз жақсы өту үшін, жоспарлаған дүниелеріңіздің бәрі орындалу үшін қалай өзіңізді таңертең настраивать ету керек, сол туралы. Кітап негізінде оңай оқуға болады. Бүгінгі айтқан кітаптарымның барлығы, 4 кітаптың 4-еуі де былай қатты қиын жазылмаған, қиын сөздер ішінде жоқ. Мүмкін говорить легко да болуы мүмкін, білмейтін сөздер деген сияқты. Өйткені ол жерде көп жаңағы профессорлардың фразалары келтірілген, айтып кеткен сөздері бар деген сияқты. Солардың ішінде танымайтын сөздер кездесуі мүмкін. Жалпы кітапты алатын болсақ, ондай қиын сөздер жоқ. Күнделікті өмірде қолданылатын сөздер барлық осы 4 кітапта бар. Сонымен достар, менде кітаптар бұнымен әлі біткен жоқ. Мен осы видеоның астына сіздерге 100 кітапқа ссылка қалдыратын боламын. 100 кітапқа. Сенесіздер ме? Блокнотымды алып алайын, ішіне жазып қойған болатын, примерно қандай тақырыптарда ол кітаптар. Енді 100 кітап деп өзіме сақтаппын, бірақ дәл 100 кітап болмауы мүмкін. Сол себепті комментарийға жазып жүрмеңіздер, 100 кітап емес қой анау деп мен сразу айтам. Бірақ өзіме заметкеға неге екенін білмеймін, 100 кітап деп сақтап қойыппын. Бұлай жаңа қарап отырсам 100 кітапқа толмайтын сияқты. Ақталып жатыр. Ол 100 кітаптың ішінде не бар? Мотивационный кітаптар бар, сила воли, мышление, стремление, движение деп қоқетсең. Сондай көп видеолар бар, кітаптар бар, сондай мотивационный көптеген кітаптар бар ішінде. Одан кейін про бизнес бар, жаңағы для начинающих, бизнесті қалай бастауға болады, бизнесті қалай қалыптастыруға болады, қалай банкрот болмаудың жолдары деген сияқты кітаптар бар. Кездестіресіздер, іздеңіздер дұрыстап. Одан кейін өте танымал адамдардың биографиясы туралы жазылған кітаптар бар. Биография оқуға да кеңес берем, себебі басқа адамның қателігінен сіз үйренуіңіз мүмкін. Сол себепті биографияны да оқып жүріңіздер. Кейін Карнегидің өте көп кітаптары бар, жаңағы саморазвитияға байланысты басқа да түрлі кітаптары. Кейін соңына қарай міндетті түрде табасыздар. Өзімен қатты ұнайды сол кітап «Хочу и буду» деген Михаил Лобковскийдің кітабы бар. Міндетті түрде оқыңыздар. Барлығы электронный түрде берілген. Өзіңізге керек кітапты алып, распечатка жасап алсаңыздар. 100 кітаптан басқа тағы да 3 кітап. Біреуі аудио кітап, орыс тіліне байланысты. Ең бірінші, орыс тілінің правиласы, все правила в схемах, таблицах и картинках деген түсінікті жазылған. Әр тақырыпқа нақты тоқталып, картинка түрінде, схема түрінде берілген. Менің өзіме ұнайды, осындай кітаптар мен үйренген, сол себепті кеңес берем. Одан кейінгі екінші кітап «Русский язык как иностранный», русские глаголы. Именно осы сіз сияқты, біз сияқты орыс тілін үйреніп жүрген адамдарға арналған. Бұл жерде кесте түрінде берілген. Мүмкін кесте түрінде көп адамға ыңғайсыз шығар, мен үшін өте ыңғайлы деп ойлаймын. Сіздерге де көмегі болады деген ойдамын. Үшінші кітап аудиокнига Дейл Карнеги «Секрет общения с людьми». Өте жақсы, дикция өте жақсы, түсінікті дегенде жаңағындай нервіңа тимейді. Сонымен келесі видео қандай тақырыпта болғанын қалайсыздар, міндетті түрде комментарий жазып қалдырыңыздар. Және де каналға тіркеліп лайк басу, болмаса дизлайк басуды да ұмытпаңыздар, мен міндетті түрде күтетін боламын. Сол себепті ұмытпаңыздар. Мынау не очень екен. Қайран 165 теңге. Бай-бай.